Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыздар. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Керемет. Сабаққа бүгін барлығы түгел ма? Иә. Барлығы түгел келді, иә? Керемет. Онда сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас тұрып, бірінші топқа бөлініп аламыз. Ал балалар, міне 3 топ көрсетілді. Осы бойынша біз қазір бірінші топ мына қатарға отырады, екінші топ ортаға, үшінші топ мына үшінші қатарға жайғасады. Қанеке балалар? Так, міне қарап жарайды. Молодцы. Болды, әрқайсы топқа. Бүгінгі біздің жаңа өтетін тақырыбымыз әлеуметтік желілер мен мессенджерлер. Бұл сабақта біз желіде тілдесу ұғымымен танысамыз. Әлеуметтік желілердегі желілер мен мессенджерлердің айырмашылығын біле бастаймыз. Және әлеуметтік желілердің пайдасы мен зиянын анықтаймыз. Бұл сабақты бастамай тұрып, балалар, біз ескі балалар тақтаға назар аударайық. Цифрлық құрылғыларға қандай құрылғылар жатады? Қанеке, бір адамнан әр топтан тұрып жауап бере берейік. Қайсысы айта берсін? Смартфон. Смартфон. Жарайды. Бірінші топ. Проектор, иә? Проектор жатады. Тағы да аламыз және жібере аламыз. Келесі тағы да кім айтады? Тұрағы әбде айта ғой. Башқа атауы Арпанет. Бізде тарих бойынша интернет ең бірінші атауы Арпанет деп аталған. Так, кім айтады? Жерде пайда болу. Бұл ақышы айта беріңдер тұрып. Facebook. Instagram. TikTok. YouTube. Дұрыс, бұның барлығы жалпы бір сөзбен қалай айтуға болады? Кім? Желідегі тілдесу түрлері. Әлемнің түрлі елдеріндегі адамдармен қарым-қатынас жасау үшін интернет желісінде ақпарат алмасу жылдам әрі жеңіл бола түсті. Желінің дамуының арқасында тілдесу электрондық байланыс арқылы жүзеге асуда. Интернетті пайдаланушылар тілдесу үшін Facebook, Instagram секілді әлеуметтік желілерді, бейнеконференцияларды, чаттар құруға арналған WhatsApp, Telegram мессенджерлерін қолданады. Түрлі тақырыптар бірігіп өзара ақпарат алмасу үшін форумдарға қатысып, электрондық пошта арқылы хабарлама алмасады. Адамдардың веб-сайттары біріккен. Сол веб-сайттарда олар өздері туралы мәлімет тастай алады. Туған күнін, мектептерін, оқып жатқан, бітірген университетін немесе жұмыс жасап жатқан орындарын көрсете алады. Осы мәліметтерді пайдалана тұрып, басқа қатынасушылар сол адамдарды таба алады. Ал мессенджер дегеніміз ол не? Ол бір немесе бірнеше адамдар бір уақытта сол ақпарат алмасуға арналған арнайы қосымша. Қандай түрлерін білеміз біз? Қосымшалардың. Қазір мен көрсетіп жіберейін. Так, міне. Мессенджерлердің қандай түрлерін білеміз біз? Біз күніге қолданамыз барлығымыз. Telegram, WhatsApp, жоқ, мессенджерлерге міне кіретін Skype және Viber. Бұл ең танымал қосымшалар осы. Біз WhatsApp'та бірнеше адамдармен чат құрып, сол жерде хабар алмаса аламыз ғой. Міне осыған арналған. Бұларды мессенджер дейді. Енді айырмашылығын біліп отырсыңдар ма? Мысалы біз Instagram, Facebook'та балалар өзіміз туралы мәлімет ішіне саламыз, ішінен достар табамыз, танысамыз. Және осылардың аттарын жазып, мектептерін жасап, сол мектептер табылып, біз о жерден өзіміздің бұрынғы оқыған таныстарымызды таба аламыз. Оларды әлеуметтік желі дейді. Ал мессенджер екеуінің айырмашылығы, бұл біз чат құрамыз. Бұл жерде біз бір-бірімізді іздей алмаймыз, бірақ чат құрып таныс адамдармен, солармен хабар алмаса аламыз. Айырмашылығын ұқтыңдар ма? Әлеуметтік желілерге мына қосымшалар кіреді, мына сендер білесіңдер, барлықтарын. Instagram, Facebook, TikTok. Ал мессенджерге біз күнделікті ең танымал біз қолданып жүргендеріміз ол WhatsApp пенен және Telegram. Ал енді балалар қазір топтық жұмыс жасаймыз. Бұл жерде постер құрылады.
әр топтан 2 оқушы шығып постер қойған кезінде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек екенін бізге айтып береді, иә? Кәніке балалар бастайық, іске жазғаннан кейін міндетті түрде біз мына жерде қызыл кілем шығады, соны қосып отырамыз, жарайды ма? Сонда менде тақтар ашық тұрады. Зиян келісіп алдыққа қандай пайда? Так, сен наушнигін қосатын. Кімдір беріп, ақызасыз алындар келеді. Сымбат келеді. Жұмыс болғаннан кейін бөліп жазасың. Көстамада Кез келген сәтте танысымен байланысқа шығып, жағдайын сұрауға болады. Бизнес жасайтын адамдар өз заттарын сата алады. Өзге тілдерді үйрену үшін онлайн сабақтарға қатыса аласың. Керемет, қандай пайдалы? Музыка, киноларды таба аласың. Жаңа нәрселер ойлап тауып, оларды ұсына аласың. Керемет, міне жаңадан нәрсе өзі ойлап тапқан болса, оны көпшілікке жария етіп, жарнама ретінде салуға болады. Осындай әлеуметтік желілерді қолданады. Айта ғой, тыңдаймыз. Адамның көп уақытын алады. Тыңдаймыз балалар. Ол компьютерда, либо телефонда көп отырса, көзіміз ауырайды. Қандай? Лайық жинау үшін өмірлерін қатерге төндіреді. Мынау не дейді, міне? Лайк жинау үшін өмірлеріне қатер төндіретін жағдайлар дейді. Ол не ол? Суретке түсу үшін өмірге қатер келтіретін жағдайлар жасайды. Например, биік үйлердің үстіне тұрып түсіреді, өз-өзі мысалы өміріне қатер келтіреді. Дұрыс жазыпсыңдар. Адамның миын ауыртады деп жазыпты. Көзін ауыртады. Денсаулыққа зиян, ұзақ отыра берген. Дұрыс. Тағы да қандай зияны бар екен? Көп уақытын алады деп жазыпсыздар. Басқа оқуға көңіл бөлмей, тек телефонға қарап отыра береді, желілердің ішінде видео көріп, керемет. Одан кейін өскеннен соң сабақты білмей, жұмысқа кіре алмайды. Дұрыс айтады, ол оқымағасын ол қаяқтан жұмысқа кіреді? Ол білім алмайды, диплом аламайды, дұрыс па? Ол молодец, қандай керемет зияндарын? Адамдардан келген хабарламаларға жауап бермеу керек. Дұрыс айтады. Әлеуметтік желілерге өзің туралы құпия ақпараттар қойма. Күмәнді қосымшаларды жүктеме. Өзіңнің номер мекен жайыңды интернетке қойма. Дұрыс айтады, өзіміз тұрып жатқан үйімізді ол жерде көрсетпеуіміз керекпіз, неше түрлі ол жерде алаяқтар бар, жаман ниеті бар адамдар бар. Дұрыс айтады. Тағы да қандай қауіпсіз ереже сақтау керек? Интернетте танысқан адамдарымызбен кездесуге баруға болмайды. Дұрыс айтады, қыздар, сымбат. Бер қараймыз, интернетте танысқан бөтен адамдармен кездесуге баруға болмайды деп айтып жатыр қыздар. Тағы да. Міне барлығын айтып шықтыңдар ма? Осы деп ойлайсыздар. Дұрыс, негізі бейтаныс адамдарға хабарламаларға жауап берме дейді, танымайтын адамдарға кездесуге барма дейді, телефондарын беруге болмайды дейді. Дұрыс айтып жатыр ма? Тағы да қосатындарым бар ма? Үшінші топты сезілу сәтін өткізіп алайық. Барлығымыз ортаға тұрайық. Мына жерде барлығымыз серілеміз. Шапалақ соғайық, сәлем, шапалақ соғайық.
сәлем, аяқпен таптайық. Сәлем, сәлем, аяқпен таптайық. Күнге керілер, аяқты ұстайық. Айналып тұрып, сәлем жолдайық. Сәлем, сәлем, шапалақ ұрайық. Сәлем, сәлем, аяқпен таптайық. Керемет балалар, сәлсерді алып отырайық. Біз тақырыпқа сай сөздерді табамыз. Бүгінгі тақырыбымызға сай сөздерді табу керек. Бұл жерде 10 сөз берілген. Міне. Бұл жұмысты жеке-жеке әрқайсысы өзі орындайды. 5 минут уақыт береміз. Жарайды ма? Жұмысты бастаймыз. Жазамыз. Әрқайсысы өзі берілген. Мансур уже алтауын. Сен болған соң баста. Хабарлама. Қазір екінші топтан біреу бір жігіт шықсын етсі сөзді. Қосымша дейді. Дұрыс. Так, мына жаққа келіп. Ой, молодец. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мессенджер деген сөз. Интернет деген сөзін таптық. Так, Кәусар қазір сен шыға. Міне бүгінгі форум деген сөзді таптық. Келе ғой. Так, міне бәрекелді, міне чат деген сөзін белгілеп, міне бейне конференция, видеоконференция деген сөзді, міне бәрекелді. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келейік. Көп ақпарат алдым депті. Благодарю деген смайликтер жіберіп жатыр екен. Мен пайдалы ақпарат алдым, маған сабақ ұнады. Сабақ керемет өтті деп рахмет балаларсын деп. Осы смайликтер. Үйге тапсырма. 6-шы параграфты оқып келеміз. 22-ші бетінде ойлан деген тапсырманы орындаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Барлықтарына өте жақсы баға қойылды. Рахмет, келесі кездескенше сау саламат болыңдар.